Сәлем балалар, 3-ші сынып математика 79-80 сабақтар өзіңді тексер тақырыбы. Бүгін сен өзіңнің жетістіктеріңді тексеретін боласың. Бірінші тапсырма бөлу тапсырмасы. Сен мұнда қосындыны бір таңбалы санға көбейту және бөлу ережесін білетініңді дәлелдейтін боласың. Есептеудің әр түрлі тәсілін жаз. 20 қосу 30 көбейтілген 4 өрнегін 20-ны 4 есе арттырып, 30-ды 4 есе арттырып, содан соң шыққан мәнді жазуға болады. Немесе бірден жақшыдан шыққан 50 санын 4 есеге арттырып, 200 деп өрнектің мәнін бірден жаза салуға да болады. Балалар, есептеудің тиімді тәсілі қай тәсіл екенін өзіңе тауып алып, сол тәсілмен орындаған өте қолайлы. Келесі өрнек. 18 пен 12-ның қосындысы 30, 30-ды 3-ке бөлгенде өрнектің мәні 10-ға тең. Түсіну тапсырмасы. Сандарды 10-ға және де 100-ге ауызша көбейту және бөлуді қалай орындау керектігін түсінемін. Олай болса, түсіну есебін есептейік және де дұрыстығын тексеріп шығайық. 900 бен 100-дің бөліндісі 9-ға тең болады. 20-ны 10-ға көбейткенде өрнектің мәні 200 болады. 300 санын 3 есеге арттырғанда өрнектің мәні 900. 400 санын 40-қа бөлгенде өрнектің мәні 10-ға тең болады. 90 санын 7 есеге арттырғанда өрнектің мәні 630-ға тең. Ал 20 мен 30 сандарының қосындысы 600 санын береді. Қолдану тапсырмасы. Мен қосындыны мен көбейтіндіні бір таңбалы санға бөлу керек екенін және де қосындыны санға көбейту ережесін қолдана аламын. Осы ережені қолдана отырып есепте. 12 мен 3-дің көбейтіндісі 36-ға тең. 21-ді 4 есеге арттырғанда өрнектің мәні 84-ке тең болады. 110-ды 3 есеге арттырғанда өрнектің мәні 330. 23 санын 30 есеге арттырғанда өрнектің мәні 690-ға тең. 210 санын 3 есеге арттырғанда өрнектің мәні 630-ға тең. 48 санын 2 есеге арттырғанда өрнектің мәні 96-ға тең болады. Ал 48 санын 4 есеге кеміткенде өрнектің мәні 12-ге тең. 88 санын 8-ге бөлгенде өрнектің мәні 11-ге тең. Ал 880 санын 2-ге бөлгенде өрнектің мәні 440 санына тең болады. 960 санын 30 санына бөлгенде өрнектің мәні 32-ге тең болады. Келесі талдау тапсырмасы. Мұнда есептеудің тиімді тәсілін таба алатын боласың. Әр өрнекті есептеудің тиімді тәсілін тап және осылайша өрнектерді жазып шық. 8 пен 2-ның қосындысы 10, 10-ды 12-ге көбейткенде өрнектің мәні 120-ға тең болады. 20 мен 30 санын қосқанда өрнектің мәні 50 болады. Ал 50-ді 5 есеге арттырғанда өрнектің мәні 250. 60 пен 40-тың қосындысы 100, ал 100 санын 10 есеге кеміткенде өрнектің мәні 10-ға тең. 27 мен 12 сандарының қосындысы 39-ға тең. 39 санын 3-ке бөлгенде өрнектің мәні 13-ке тең болады. 2 санын 12-ге көбейткенде өрнектің мәні 24-ке тең. Ал 24-ті 5 есеге арттырғанда өрнектің мәні 108-ге тең болады. 4 пен 5-дің көбейтіндісі 40, 40 пен 8-дің көбейтіндісін алатын болсақ, өрнектің мәні
320-ға тең. Жинақтау тапсырмасы. Есепті шығарудың тиімді тәсілін ұсына аласың. А тапсырмасы. Есепті әр түрлі тәсілдермен шығар. Бір қорапта 12 қызыл және де 20 көк шар бар. Осындай 3 қорапта қанша шар бар екенін тап. Демек, бір қораптағы 12 және 20 сандарын қосамыз. 32-ге тең болады. Ал енді 32 санын 3 есеге арттырамыз. Өрнектің мәні 96-ға тең болады. Демек, барлығы 96 шар бар екен. Ал енді екінші тәсіліне назар аударамыз. Ал енді қызыл түсті және де көк түсті шарларды жеке-жеке тауып алайық. 12-ні 3 есеге арттырғанда өрнектің мәні 36-ға тең. Ал 20-ны 3 есеге арттырғанда өрнектің мәні 60-ға тең. Енді 60 пен 36 сандарының қосындысын табатын болсақ, онда 96-ға тең болады. Екі тәсілде тиімдірек болады, дегенмен екі тәсілдің де мәні бірдей. Балалар, тиімді тәсілмен есептеу барысында саған қай тәсіл ұтымды болады, сол тәсілмен орындағаның дұрыс шығады. Бағалау тапсырмасы. Есептеудің дұрыс орындалғандығын тексере аласың. Қателерін тап және де осы қателерді түзеп жаз. 220 санын 4 есеге арттырғанда өрнектің мәні 880 санына тең болады. 4-ті 12-ге көбейткенде өрнектің мәні 48. 40 санын 12-ге көбейткенде өрнектің мәні 480-ге тең болады. 660 санын 3-ке бөлгенде өрнектің мәні 220-ға тең болады. 840 санын 20 санына бөлгенде өрнектің мәні 42-ге тең болады. 55 пен 5-тің бөліндісі 11. 770-ті 7-ге бөлгенде өрнектің мәні 110-ға тең. 880 санын 40 санына бөлгенде өрнектің мәні 22-ге тең болады. 110 санын 10-ға бөлгенде бөліндінің мәні 11-ға тең болады. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Бүгінгі сабақ түсінікті болса, видеоға лайк басыңдар және де каналға тіркеліп алыңдар.